Президент бізге міндет қойды. Ішкі жалпы өнімді 450 миллиард ақш доллары жеткізуге 29 жылы, ұлттық қорды 100 миллиард ақш доллары жеткізуге. Енді жаңа өздеріңізді айтып отырсыздар. Ұлттық қорға, жаңа Махамбет айтқандай, қорамсаққа қол салдық, қол салғанда мол салдық деп, қайта-қайта ақшаласыңдар. Шектеу болу керек деп өздерінде мойындап отырсыңдар. Біз Самат Базарбаев екеуміз шектеу қойғанбыз 2%. Оны қолдаған жоқсыздар жұмыс тобында бюджетный кодекске. Екінші мәселе. Неге қолдамасыздар? Норвегияда 3-4%-ға изъятиені шектеп отыр ғой. Екінші мәселе. Квази мемлекеттік компаниялар 3 триллион дивиденд алады, таза табыс. Оның ішінде самұрық қазына 1,9 триллион. 1 триллиондай қалғандары. Бұнда да біз жаңа ұсыныс бердік, 100% бюджетке аударсын деп. Сіздерге ақша жетпей жатыр ғой. Келіспедіңіздер, 70-те 30-ға түстік, одан 50-ге түстік. Оған да келіспей отырсыздар. Неге? Біз бюджетті толтырамын деп сондай ұсыныс береміз депутаттар, а сіздер бәріңіз қарсы боласыздар үкімет. Склярға вопрос. Неше жыл болды сіз деген осы өндірісті ауыл шаруашылықта курировать етіп отырсыздар. Ешқандай өсім жоқ. Мұнай құлап баратыр. Ешқандай жаңағы переработка жоқ практически. Не істеп отырсыздар сіздер? Қалай бюджет толтырасыздар? Басқа қалай толтырамыз? Шикізатпен біз толтыра алмаймыз ғой, ішкі жаңағы ұлттық қорды. Ішкі жалпы өнімді өсіре алмаймыз ғой. Қандай жоспарларыңыз бар? Осылай келесіздер. Депутаттарға жауапты бересіздер, кетесіздер. Өсіп жатқан өнім жоқ, өсіп жатқан салық жоқ, өсіп жатқан ұлттық қор жоқ, өсіп жатқан ішкі өнім жоқ. Не жасап жүрсіздер сіздер? Соны айтыңызшы маған. Нұрлан Серікұлы, алғашқы сұрақ сізге. Енді ұлттық қорға келетін болсақ, жаңа енді шектеулер, енді бюджеттік қағидалар бар ғой. Сол екі қағида қазір жұмыс істеуде, соның есебінен де бірталай енді ең бірінші жетістік, мен ойлаймын, ол бюджеттің шығыстарының өсу динамикасын біз едәуір азайттық. Егер 23 жылға дейін 20%-дан асып жатса, қазір 8-9% деңгейінде оны сол бюджеттік қағидаларды іске асырудың арқасында азайттық. Енді ұлттық қорға келетін болса, жаңа шектеулерді әрине біз оны қазір тағы да айтайын, біз соны пысықтап жатырмыз, соны бір шешімге келеміз. Енді нысаналы трансферттерде менің ойымша болашақта ол шектелетін болады. Ұлттық қордың бізде енді сценарийлар бар, мұнайдың бағасы және мұнайдың көлемі өсу арқылы біз өзінің 100 миллион теңгеге 26 жылдан бастап тұрақталу керек, оның барлығы ұлттық қордың өсуіне өзінің оң әсерін тигізеді. Енді дивидендтерге келетін болсақ, биыл жалпы самұрық қазына дивидендтердің сыртынан жалпы олар 1 триллионға жуық ақшаны осы экономикаға салды. Оны білесіздер, әртүрлі біз бағдарламаларды биыл самұрық қазына есебінен іске асырып отырмыз. Бәйтерек те солай. Олардың барлық жаңағы бос ақшалары, свободный ликвидность дейміз, оның барлығы осы инвестицияларға бағытталды. Ауыл шаруашылығын болсын, қайта өңдеу өнеркәсібіне жобалар, инфраструктурал жобаларға барлығы бағытталып жатыр. Бізде болашақта әрине оның барлық бос ақшаларын экономиканың өсіміне жұмсайтын боламыз. Қай холдинг болмасын. Енді дивидендтерге келетін болсақ, бұл мәселе әлі талқылануда бюджет кодексінің аясында. Жалпы енді бұл жерде де самұрық қазына болсын, оның енді ірі жобалары бар, біз соларды қаржыландыруға оларға әрине өз ақшалары да керек. Бір жағынан, екінші жағынан олар өздеріңіз білесіздер, басқа да жаңағы шығыстарды әлеуметтік жобаларды қаржыландырып отыр. Сондықтан біз жыл сайын оның көлемін көбейтуге бізде мүдделіміз, дивидендтерін сол бойынша жұмыс істейтін боламыз. Енді бәйтеректен қазір 50%-ға дейін енді оның барлығын алдық қой. Соның сыртында бос ақша, жаңа айттым, барлығы экономикалық жұмсалып отыр. Оны нақты көрсете аламыз, қайда қалай жұмсалып жатқан. Сондықтан ол жерде ең басты мәселе осы самұрыққа байланысты. Экономикалық өсім келсек, экономика өсіп жатыр ғой. Биыл 10 айдың ішінде ол өзіңіз қарап отырсаңыз, мысалы құрылыс саласы 10%-дан астам өсті, өңдеу өнеркәсіп 4,8, жылдың аяғына 5%-ға дейін өседі деп күтілуде. Экономикада өсім тоқтаған жоқ, ол өсім бар. Және біз бұнда әрде жалпы біздің мақсатымыз 5-6% кем дегенде өсу керек, оны білесіздер. Жалпы осы 5 жылдың ішінде орташа өсім 5-4 болу керек. Жаңағы айтқан экономиканы екі еселендіру бойынша
көрсеткішке жету үшін жалпы осы 29 жыл қоса алғанда жалпы өсім 5,4 болу керек, орташа өсім келесі жылдан бастап. Роман Васильевич, пожалуйста. Что касается роста ВВП, я абсолютно в этом уверен, что промышленность вносила и будет вносить свой существенный вклад. Более 5% промышленность стабильно ежегодно показывает рост. Что касается обрабатывающей промышленности, то она уже по доле ВВП сравнялась с ГМК отраслью. Новые предприятия, новые экспортные возможности, которые у нас появляются, они очевидны, это происходит во всех областях. Мы создаем новые рабочие места за счет средств квазигосударственного сектора, фонда развития промышленности в частности. Мы активно проводим данную работу. Ну и плюс инвестиционный климат, который мы считаем, что он лучший в Центральной Азии, мы будем улучшать и в данном направлении работу. Депутат Жаңбыршин тағы сөз сұрап отыр. Екінші рет микрофон қосыңыздар. Ерлан Жақанұлы, рахмет. Мен тек қысқа жаңа Байбазар мырза қолдаймыз деп отыр ғой. Бірақ жаңа самұрық қазынаны көрсеткен көмектер бұл разовый. Бүгін береді, ертең бермейді. Біз соны заңмен бекітіп қоюымыз керек. Ұлттық қорды да жаңа квазимемлекеттік секторында аударатын ақшасын. Сонда депутаттар да бәрі де көріп отырады. Өздеріңізге де жұмыс жасауға стимул болады. Сондықтан менің айтқан ұсынысым осы заңмен бәрін бекітіп қоюымыз керек. Рахмет.